Ассалаумағалейкум құрметті достар. Біз бүгін Artcam программасында 2D форматында жалпы сызбаны қалай сызу керек, жалпы интерфейс жайында қысқаша түсінік беріп өтетін боламыз. Бұл жерде біз Artcamның 2012 жылы версиясының алғашқы бетін ашқан кезде бізге осындай заттар шығады. Бұл жерде мыналар не зат, неге керек, неге қолданылады дейтін болсақ, мысалы мына жерде новый проект бар. Бұл жерде 3D форматындағы сызбаларға, мына жерде 3D форматындағы сызбаларды ашуға деген сияқты. Мына жер новая модель, бұл 2D форматындағы сызбаларды сызуға, бұлар 2D форматындағы сызбаларды сызуға қолданылады. Ал мыналар дегеніміз ең соңғы бізде ашылған файлдардың, сақталған файлдардың есімдері. Мына жерде жазулардың формалары, пішіндері, болмаса тағы басқа. Жалпы біз осы жерде 2D форматындағы, кез келген 2D форматындағы сызбаларды сызу үшін біз осы жерге кіреміз. Өйткені мебельдің көптеген сызбалары, болмаса қандай да бір заттардың көптеген сызбаларды 2D форматында сызу өте қолайлы және өте оңай, жұмыс жасауға да ыңғайлы болып табылады. Біз бірінші новый модельге кіреміз. Мына жерден біз 2D форматындағы сызбаны сызу үшін басамыз. Басқан кезде мынадай заттар шығады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз бізде тура бұл листтің размері. Мынау 2800-де 2070. Сіз центрді қай жерден аласыз? Центрді қай жерден алған сізге ыңғайлы? Мысалы, станоктың мына бұрышынан алған бізге қолайлы. Өйткені маған жақын. Және көруге де, қандай да бір затты өлшеуге де қолайлы. Я болмаса мен мынаны ортасынан алсам да болады. Бұл жерде ортасынан қалай аламыз? Ортасына біз дайындаманың үстіне диагонал жүргізіп барып аламыз. Мына бұрыштан мына бұрышқа дейін, мына бұрыштан мына бұрышқа дейін сызамыз. Екеуінің түйіскен ортасы бізде мына центр болып табылады. Осы жерден біз x y-ті нөлдеп алуға болады. Я болмаса мына жақтан алсаңыз болады. Сізге қалай ыңғайлы, солай жұмыс жасаймыз. Мына жерге қандай размер қойған дұрыс? Мына жерде қандай размер тұрған дұрыс? Өйткені бұл жерге бізге көбінесе листтің размері, листтің өлшемі, я болмаса бізде дайындаманың кез келген өлшемі болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде 2000-да ені 500 болуы мүмкін. Я болмаса, мысалы, кейбір ЧПУ станоктарында, кішкентайларында ұзындығы 2000, ені 1300 болып жатады. Я бізде осылай болуы мүмкін. Яғни бұл дегеніміз, бұл жердегі тұрған өлшем бізге раскрой жасауға, материалды орналастыруға біз ең ыңғайлы әдістердің біреуі болып табылады. Мына жерде, мынау дегеніміз не? Разрешение, бұл дегеніміз дәлдік мөлшері. Мысалы, сіздің қазіргі ашпақшы болған парағыңыз қаншалықты дәлдіктегі сызбаларды енгізуге мүмкіндік бере алады. Яғни, сізде мына жерге қойсаңыз, сізде видеокартаңыз төмен болатын болса, жалпы программа өте ақырын және ауыр жұмыс жасайтын болады. Мына жерге қойсаңыз, жеңіл, тезірек жұмыс жасайды, бірақ дәлдік несі төмен болады. Яғни маған мына жерге қоямын. Өйткені бізде видеокарта жасы осы жерде тұра береді. Кез келген сызбаларды, кез келген нәрселерді қиналмай ары-бері аударып төңкеріп көргенге қолайлы болады. Мына жерде сіз қандай өлшеммен жұмыс жасайсыз? Соныкі миллиметрмен жасайсыз ба әлде дюйммен жасайсыз? Дюйм дегеніміз, мысалы, бізде штангелерде болады, ин деп тұрады, инч деп тұрады. Сол өлшем, мынау миллиметр өзімізге түсінікті. Біз миллиметр деп таңдаймыз. Миллиметрге қоямыз. Мына бұрышта тұрады, мына жерге. Мысалы, біз үлкен листтің өлшемін жазайық. 2800-де 2070. Окей деп басамыз. Бұл жерде міне ашылды бізге. Мына жерде ең бірінші сіздер программаны орнатқан кезде, программаны орнатқанда мүмкін ол қап-қара болып тұруы мүмкін. Ол үшін сіздерде, мысалы, мынандай ағартқыларыңыз келсе, қандай да бір бояуын ағартқыларыңыз келсе, окноға кіресіздер. Окноға кіріп, мына жерде тема деген бар. Теманың ішінде сіздерде дәл қазір осындай болып тұрған болуы мүмкін. Міне сіздер оны мына тема окноға кіресіз, темаға кіріп, мына жерде классикалық үлгіні таңдап алсаңыздар болады. Яғни бұл маған қолайды. Өйткені не үшін? Мына жерде мен сызба сызамын, көрінеді. Көрдіңіздер? Енді мен мына жаққа барып сызба сызу үшін, мысалы, маған көзіме де бір ауыр көрінеді, мысалы.
маған жарық болғаны жақсы. Мысалы теманы басамыз. Мына жерде мынада сызды міне, мынада сызды міне, екеуі де қанық көрінеді. Сондықтан мен осыны классикалық үлгіні таңдап аламын. Сонымен бізде профик деген бар. Мына жақта жалпы бұның барлығы мына тұрған заттар. Вид тағы басқа мына жерде. Мынаның барлығы мына жақта тұр. Яғни бізге мынаның бәрін жеке-жеке түсіндіріп, сіздерге басы артық әңгіме деп білемін. Мысалы мына жерде мынадар тұр, лист деген мына жерде тұр листтер. Мына жерде тұрған, мынау тұр, мынау емдейтін. Қандай да бір қателік, қабаттасқан, айқасқан, болмаса тимей қалған векторларды көрсетеді бұл. Мына жерде тұр. Яғни бұда артық, басы артық еш нәрсе жоқ. Жалпы бізде интерфейспен таныс болу үшін мына жерде бұлар бізде сирек қолданылады. Бұрын бізде ескі сызбалар. Бұрын ескі сызылған сызбалар. Мына жерде тұр, міне есіктің үлгісі. Симметрия басамыз. Міне есіктікі. Міне мынаның барлығы міне осы жерде бұрын істелген заттар, істелген есіктер бұлар. Бұны біз өшіріп тастаймыз. Таңдап алдық. Жалпы беттік таңдап алсаңыздар, осылай ақ жерге апарып, мышканың сол жағын басасыздар, сол жағын басып тұрып ақырын тартасыздар. Басып тұрып, қозғалтпай басып тұрып тартасыздар, толықтай белгілеп аласыздар. Сосын клавиатураңызда delete деген бар. Сол delete дегенді басып өшірсеңіздер болады. Басамыз, өшті. Міне, осылай бізде қандай да бір сызбаны біз сыздық, 4-1-ті бұл сызбаны сыздық. Міне, тура осы жерде біз мынаны қалай көшіріп аламыз. Қалай көшіріп алсақ болады. Қалай істесек болады дейтін болсақ, мына жерде Ctrl-X деген бар. Ctrl-X-ті бастық. Мысалы, қараңыздар. Мына жерде Ctrl-X баспас бұрын бізге қайсыны көшіреміз, соны таңдап аламыз. Бастық. Бірінші еш нәрсе баспадық, просто жай ғана мышканы әкеліп сызықтың үстіне басамыз. Сосын Ctrl-C дегенді басамыз. Бітті. Сосын мына жаққа қоямыз. Енді екінші параққа біз көшіретін болсақ, мына жерге бір лист ашайын мен. Міне, мына жерге алып келетін болсақ, Ctrl-V дегенді басамыз. Ctrl-V. Кәдімгі ағылшынша болу керек сіздерде. Ctrl-V дегенді бассаңыздар, мына жерге пайда болды. Яғни, мына жерде тағы бір пішін сызайын, белгілі бір форма, тағы қайтадан көрсетемін. Міне. Мынадай бір сызба. Мына сызбаны мына жерге қаз қалпында көшіру керек. Ол үшін не істейміз? Ақ жерді бір басамыз, босатып жібереміз. Міне. Мышканы бастық, ақ жерді, сосын сызықты. Қайсыны біз көшіріп аламыз? Соны таңдаймыз бірінші. Клавиатураның, мышканың сол жағын басамыз. Бастық, таңдалды. Енді Ctrl-C дегенді басамыз. Ctrl-C дегенді басамыз. Бастық, көшірілді. Енді бізде листімізге алып келейік. Мына жерге алып келдік. Енді Ctrl-V дегенді басамыз. Міне. Бізде сызбамыз қаз қалпында қайтып келді. Мына жерде де, мына жерде де бар. Жалпы бұл Ctrl-C, Ctrl-V. Яғни мына жерде тұр. Мына жерден істесеңіздер де болады. Міне. Копировать тұр. Ctrl-C, Ctrl-V. Я болмаса, мына беттен бір жолда сіздер көшіріп алып келсеңіздер болады. Ctrl-C, міне, Ctrl-X басасыздар ол үшін. Қайтадан назад басайық. Ctrl-X басамыз. Ctrl-X басайық, міне, жоғалып кетті. Енді бізге тағы бір лист ашайық мысалы. Міне. Екінші листқа вставить ету үшін қайтеміз біз? Қою үшін Ctrl-V дегенді басамыз. Ctrl-V. Я болмаса, мына жер клавиатураның оң жағын бассаңыздар, мышканың оң жағын бассаңыздар, мына жерде вставить дегендер бар. Ctrl-V. Яғни біз Ctrl-V-ны бассақ болады. Мына жерге бізде пайда болады. Жалпы бұл сабақта сіздер қалай көшіру керек, қалай алып кету керек, қалай қою керек. Бір екінші нұсқасын қалай жасау керек сол жайында сіздерге түсінік бере кеттім. Я болмаса сіздерде осы беттің өзінде бір қандай да бір бетке ауыстырмайсыз, осы беттің өзінде сіз көшіргіңіз келетін болса, Ctrl басып тұрасыз. Мысалы қараңыз. Бірінші сызықты таңдап аласыз. Сосын Ctrl-ды басып тұрасыз. Мышканың
сол жағын басып тұрып ақырын тартсаңыздар, контролмен мышканы сол жағын қатар басып былай тартсаңыздар көшіріледі. Міне екінші нұсқасы дайын болды. Тағы да сынап көрейік. Бірінші ақ жерді басып алыңыздар, мына сияқты. Сосын сызықты контролды басыңыздар, сызықты талдаңыздар. Бір-ақ рет басып таңдадық. Енді екінші кезекте мышканың сол жағын басып тұрып тартамыз. Қай жерге жылжыту керек? Мысалы, мына жерге жылжыту керек болса, мен контролды басып тұрым, мышканың сол жағын басып тұрып, ақырын тартсам, мына жерге бізде көшетін болады, ауыстырылатын болады. Бұл кнопкалар не үшін керек дегенде, бұлар сіздерге жұмысты оңайлату үшін, жеңіл жұмыс жасау үшін сіздерге бұл керек болады. Міндетті түрде үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Так, мына жерде кеттік. Енді сізде қандай да бір жағдайда мыналарды сіз жоғалтып алдыңыз делік. Мыналар сізде жоқ. Бітті, жоқ. Енді бұны біз қайдан тауып аламыз? Ол үшін мысалы мынада жоқ делік. Міне мынадай заттар да жоқ. Және мынадар да жоқ болды делік. Сізде осындай бір толық ақ бет пайда болып қалды. Енді осыны сіз қалай бағанағы параметрлерді қайдан тауып алсаңыз болады? Ол үшін бізде іздейміз, жоқ. Мына жерден былай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Әрине бұл сіздерге қиындық тудырады. Жұмысты қиындатады. Ол үшін бізде мына ақ бет бұрышына алып келесіздер. Мына жерде жазудың бойында, я болмаса мынада жоқ делік. Қоя салайық. Не болар? Осы жазудың бойында ақырын жылжытып тұрсаңыздар, мына жерге алып келіңіздер. Міне тышқанның, яғни мышканың оң жағын басасыздар. Оң жағын бассаңыздар, мына жерде шығады заттар, қалың заттар. Мына жақта бассаңыздар сіздерге шықпайды. Мына кез келген жерден шыға бермейді. Ол мына жерден де шықпайды, мына жерден де шықпайды, мына жерден де шықпайды. Яғни тура ортасы мынау осының бойында бізге пайда болады. Бастық пайда болды. Енді не істейміз? Ақырын іздеп отырып, бізге бағанағы көмекші сызбалардың барлығы мына помощниктің ішінде помощник тауып аламыз. Міне бізге пайда болды. Бізге ең көп қолданылатын параметрлер осылар. Сізде мебель сызатын болсаңыз, я болмаса қандай да бір 2D форматында сызба сызатын болсаңыз, 3D форматында да болсын, барлығы осы жерде қолданылады. Және мына жақта да болды, бағана мен листтарды алып қосып отырдым. Ол листтарды біз қайдан табамыз? Ол үшін тағы да мына жерге алып келеміз. Мына жерге мышканың оң жағын басамыз. Мына жерде бізге мынадай заттар пайда болды. Яғни ол проект деген зат бізде листтар пайда болған. Міне біз осылармен біз жұмыс жасаймыз. Жалпы интерфейстің жалпы түсінігі қарапайым ғана осы параметрлер. Жалпы сізде қандай да бір зат керек болатын болса, мүмкін траектория керек болатын болса, осы жерден біз қосып ала аласыз. Міне осы жерден қосып ала аласыз. Я болмаса сізді мысалы мынау артық болып кетті, мынаны қалай өшірсек болады, қалай кетірсек болады дейтін болсақ, мына жерге қайта басып, мына жерге мышканың оң жағын басасыз, қайтадан басып, сосын траекторияны қайтадан бассаңыз өшіп кетеді. Түсінікті ғой? Жалпы мынаны да алыңыз. Үстінен былай қозғалсаңыздар да болады. Мышканың сол жағын басып қозғалтасыздар. Қозғалтып алып келіп, мына жерге былай қойсаңыздар болады. Міне екеуі бірігеді. Міне осындай заттар бар. Жалпы біріктіруге болады. Міне осындай былай біріктірсеңіздер де болады. Болмаса мынаны біз өшіріп тастайық. Проект. Жалпы біз осымен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Интерфейстің бүгінгі сабағының тақырыбы сіздер үйрендіңіздер деп ойлаймын. Сосын мына жерде контрол мен сызба сызайын. Міне қазір сыздым. Бір қадам, екінші қадам, үшінші қадам, үшінші сызба сыздым. Міне қараңыздар. Енді біз мысалы қандай да бір артық қадамды жасап қойдық. Ол үшін не істейміз? Мысалы мына жерден не істім? Мына жерде мен кесіп тастайын. Қазір мына жерде мен кесіп тастайын. Я болмаса мына жерді кесіп тастайын.
толуп кое салайык мына жерге. Так, мына жерден тағы да алып келдім міне. Мен мынаны кесемін деп, мына жерді кесемін деп, мына жерді кесіп алдым. Енді не істейміз? Яғни бізге бұны қайтадан сызу керек болады. Я болмаса бізде Ctrl Z деген бар. Ctrl Z. Ctrl-ды басып тұрып, Z-ті бассаңыз артқа қайтады. Bir қадам артқа қайтады. Басамыз міне. Клавиатураның Ctrl Z деген кнопкасын басамыз. Міне. Ctrl Z деп басасыздар. Бұл артқа қайтады. Бұл жалпы Word'да да, Excel'де де, кез келген программада Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl V деген бағанағы жылдам жұмыс жасау перне тақталары болып табылады. Яғни сіздерге бұл өте кеңінен қолданылады және жұмысты жасауға сізге жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мысалы, міне мынадай зат. Бұл жерде біз қайшыны алдық, кесеміз. Қайшыны алдық, бұл жерде біз кестік міне. Мына жерден кестік. Енді бізге артқа қайту керек болды. Дұрыс кеспей қалдық. Ctrl Z-ті басамыз. Ctrl Z-ті баса берсеңіздер, мына артқа қайта береді. Тура осылай міне артқа қайта береді. Енді сіз артық қадам жасап, артқа бірақ қайтып кеттіңіз. Ол үшін енді алдыға қарай жылжыту керек. Ол үшін не істейміз? Ctrl Y дегенді басамыз. Сізде ағылшынша тұру керек. Ctrl Y-ті басаңыздар, міне алдыға қарай жылжып отырады. Міне пайда болды. Ctrl-ды басып тұрып, Y-ті баса бересіздер. Міне. Не болмаса Ctrl-ды басып тұрып, Z-ті баса бересіздер, артқа қайта береді. Вот. Тура осындай негізгі кеңінен қолданылатын Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Бұның бәрі ағылшынша таңбаланған, соларды басыңыздарыңыз керек. Жалпы бүгінгі сабақтың тақырыбы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар.